Армағайын эфирде сара сөз. Бүгінгі қадірлі қонағымыз суретші, қазіргі қоғамды қылғаламмен суреттеп жүрген қазақтың санаулы иллюстраторларының бірегейі Аңсаған Мұстафа. Аңсаған, Ертіс Баян өңіріне қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Сіз қазір мына сөйле сурет атты әлеуметтік көрмеңізбен Қазақстанды аралап турне дейміз бе, гастроль дейміз бе, сапарда жүрсіз. Біздің өңірге де осы дүниеңізбен келгеніңізге өте қуаныштымыз. Жалпы Павлодарға бұрын келіп едіңіз, алғашқы сапарыңыз ба, қандай әсердесіз? Жақсы, әсері өте жақсы, күшті қарсы алып, қабылдап сөйтіп жатыр. Бұрын тек Жасыбайға демалуға, Баянауылға демалуға кетіп бара жатқан кезде осылай кесіп өтетінбіз орталық көшесімен. Бірақ бүйтіп аралап, тоқтап бүйтуге уақыт болған жоқ. Енді кеп қарап жатырмын. Жақсы. Енді мынау сіздің туындыларыңыз әлемнің 40-тан аса елінде көрмеге қойылған екен. Қазақстаннан қарағанда тіпті шетел сізге көбірек қызығушылық танытады ма деп ойланып та қаласың сондай кезде. Негізінен сіз туындыларыңызды дүниеге әкелу үшін белгілі бір жағдайды талап етесіз бе, әлде кейбір суретшілердің айтқанын естіген едім, тек күннің сәулесімен ғана мына мұндай жарықпен емес, күннің сәулесімен ғана сурет саламын деген бір сондай бір талаптары бар. Сізде ондай талап бар ма? Және қандай идея көп уақыт бойы идеяны толғатып жүріп бір күнде шыға ма, әлде ұзақ уақыт салса бір сурет, сол қызық болып тұр бізге. Жалпы негізі мені былай осылай елестететін сияқты адамдар, жаңағыдай суретші, осы мынау зал сияқты әдемі жерде бүйтіп мольберт қойып, басынан андай нені киіп бүйтіп сурет салып отырады деп. Нағында олай емес. Мына өмірде бәрі асығыс, үсігіс осылай өтіп жатыр. Жұмыс істеу керек, балаларды мектепке апару керек, әкелу керек, үйірмелерге апару керек деген сияқты, тамақ жасау керек, ыдыс жуу керек. Соның арасында бір ойлар келеді, мысалға ойлап жүрем. Мысалға рөлде кетіп бара жатқан кезде бір идея келіп қалады. Мысалға өзіңіз сияқты журналистердің талқылап жатқан бір тақырыптарына бүйтіп ойлап жүріп, соған былай иллюстрация ретінде бүйтіп неше түрлі идеялар соған сөйтіп келеді, мысалға. Сосын бүйтіп ойлап қоямын да, сосын жаңағыдай басында балаларыма аудиомен жіберіп жүрдім ғой, жаңағы WhatsApp-пен. Былай қыз бүйтіп жатыр, жылап жатыр, үйтіп тұр, бүйтіп тұр деп. Ұмытып қалмашы. Иә, ұмытып қалмашы. Сосын балаларым айтады, мама, не болды? Олай істемеші. Страшно дейді. Бас жоқ, аяқ жоқ нәрсе келіп тұрған. Мен айтамын, мен ұмытып қалмашы үшін күшті идея келіп тұр. Енді идея келгенде барлығы күшті сияқты болып көрінеді. Сосын салған кезде ол кейде болмай қалады. Мен айта алмаймын былай, келген идеямның бәрі керемет деген сияқты. Мына жерде мысалға осы Павлодарға 56 сурет алып келіп отырмын. Жалпы бұндай суреттер 80, ал жалпы мысалға Facebook парақшасына шыққандар 200 деген сияқты ғой. Содан былай іріктеліп көрсетуге тұрарлық кішкене деп ойлағандарымды естіп әкеліп отырмын. Сосын сол идея сөйтіп ойда жүреді, одан кейін сосын бір қол тиген кезде оны не істеп салам ғой, отырып жаңағыдай сөйтіп. Қымбат тірліктің ортасында келген идеяны сәл қол босағанда дүниеге әкелесіз. Тамаша. Енді Күләш Ахметова апамыздың өлеңіндегідей ақын қыздың жағдайы сияқты суретші қыздың да жағдайы сондай ұқсас тағдырлас. Енді мына осы суреттерді қарап отырып, мына ішінде мына жерде мама мені өлтіретін шығар деген, мына жерде мама мені өлтіретін шығар деген сурет өз басыма шыны керек өте қатты әсер етті. Бұл қоғамдағы үлкен проблема. Осыны салуға сізге не әсер етті? Жалпы тура осы оқиға бұл өзім Астанада Сембучик деген жилой комплекста тұрамын. Осы 2013 жылы салынған сурет қой. Сол жылы біреу жаңағыдай баласын қоқыс жәшігіне әкеп тастап кетіпті да, соны барлығымыз жаңағыдай кәдімгідей дүр сілкіндік, бүкіл аула болып. Былай жаңалықтан неден естісең бір түрлі, әрине уайымдайсың, оған жаңағыдай ойыңда жүреді деген сияқты. Ал мынау тура бір кәдімгідей жақын жерде көз алдыңда кейін қатты жаңағыдай соған ойланып, уайымдап деген сияқты. Содан шыққан сурет, мама мені өлтіретін шығар деген.
Одан кейін бұл суретті шыққаннан кейін, бұл сурет салғаннан кейін, біраздан кейін кіндік шеше атандым ғой. Иә, айтпақшы, сол оқиғаны айтып беріңізші. Бұл сурет сол 2013-те шықты. Сосын шыққаннан кейін тура бір 2 аптадан кейін бұны түрік тілінде көрдім жаңағыдай. Таң қалып қалдым, маған скриншот жасап жіберіп жатыр да, мәссаған деген сияқты. Сосын Татарстаннан бір суретші жаңағыдай өзінің атын астына жазып салыпты. Одан кейін өзбектерде жаңағыдай өздерінің жаңағыдай жазуын жазып, өз тілдерінде. Одан кейін жаңағы мына СНГ-ның көп елінде, барлық тілінде көріп шықтым ғой, мысалға. Грузиндерде де жүр, мәссаған. Сонда ортақ проблема болып тұр ғой бәріміз. Ортақ проблема екен. Ал шетелдерге бұл бірде-бір көрмеге қатысқан жоқ, мысалға. Біраз жыл өткеннен кейін жаңағыдан 4 жыл ма 5 жыл өткеннен кейін жаңағы неге дайректке хат келіп тұр, мысалға. Бедейт саған бірдеме айтайын деп едім дейді, журналист қыз. Жаңағыдай ешкімге айтпаңызшы, тек қана дейді, аты жөнімді дейді. Осындай болды дейді, мен жаңағыдай екіқабат болғанымды білмеппін дейді. Жолдасымызбен қатты ұрысып, жаңағыдай төбелесіп, айырылып, жаңағыдай процесс ұзақ болып кетті дейді, жаңағыдай 2,5-3 ай жүріп қалдық дейді. Сосын айырылып болып, деп үйге келіп бүйтіп жатқан кезде ішімде бірдеме қозғалған сияқты болып сездім дейді. Оған дейін жаңағыдай қатты стресста жүріппін дейді, жаңағыдай тістеніп алып, сөйтіп ашуланып, сол жаңағыдай бүйтіп жатқан кезде шошыдым дейді. Сосын қалай болды деп жаңағыдай сөйтсем жаңағыдай кәдімгідей срок екіқабатпын, әжептәуір. Сосын уайымдап, қалай істеймін оны, не істеймін деп кәдімгідей бір 10 шақты күн депрессияға түсіп жатып қалыппын дейді. Жаңағыдай далаға шықпай, сыртқа ешкіммен контакт жасамай, не істеймін, қалай жасаймын, бұл өзім оған қарсы едім деген сияқты. Бірақ тусам қалай болады, онымен уже қайта енді қосыла алмаймыз, мүлде мүмкін емес нәрсе дейді. Сосын сөйтіп жаттым дейді. Сосын бір күні қой барып аборт жасайын, енді срок үлкейіп бара жатыр ғой деп жаңағыдай елде не болып жатыр екен деген сияқты жаңағы интернет ашып қалғанда мына сурет алдынан шыға келді дейді ғой. Жаңағыны көріп, шошып, жылап, қайтадан ішімді сипап, бөпеден кешірім сұрап дейді. Сөйтіп жаңағыдай енді бұндай ойда ешқашан ойламаспын, дүниеге келтірем деп. Сосын сол бөпені дүниеге әкеліп, өзі сыртымнан мені кіндік шеше деп атап. Сосын кішкентай ходунокта отырған бөпенің фотосын жіберді. Міне деп, сенің кіндік балаң деп. Бір баланың өмірге келуіне сосын менде көз жасым дайын тұрады жаңағы қуанғаннан жылап. Одан кейін тағы 1-2 жылдан кейін тағы хат келді. Ол Талдықорған қаласынан, былай болған екен, айтайын ба? Талдықорған қаласынан бір жігіт жазып отыр. Бір оқиға айтайыншы сізге дейді. Былай болды дейді, біз үшеуміз дос едік дейді. Жаңа 2 бала, 1 қыз, үшеуміз кішкентай кезімізден бастап дос болдық, жаңағыдай айырылмас дейді. Сосын бірге өстік, бірге басымыздан кешкеніміз неше түрін кештік дейді жаңағыдай. Сосын нән қыз жігіт болдық дейді. Бірақ мен ана екеуінің қыз бен жігіт сияқты жүріп жүргенін білмеппін дейді. Олар сөйтіп жүріпті, мен тек дос болып қастарында далбаңдап жүріппін дейді ғой енді. Сосын бір күні қыз маған келіп жылап әңгімесін айтып тұр дейді, жаңағыдай. Осылай болды ғой, менің аяғым ауыр, анау қашып кетті дейді. Алматыға кетіп қалды, жаңағыдай ақша берді, не істесең өзің біл, мен жаспын, дайын емеспін, неге бүйтпедің деп неше түрін айтып кетіп қалды дейді. Мынау сосын ашуланып, жаңағы досына қалай ол деп жаңағыдай бәріміз күштіміз ғой, бір-бірімізді жақсы көреміз ғой деген сияқты. Сосын жаңағы мен уайымдап сөйтіп жүрдім да, сосын бір күні осы суретті көрдім дейді. Осы суретті көрдім да, телефонымда былай скриншот жасап сақтап алдым дейді. Содан кейін сөйтіп сақтап алдым да, содан кейін бір идея келді дейді, осы екеуін бір кездестіріп осы суретті көрсетсем тоқтайтын шығар деп. Сосын жаңағыны қызды шақырдым дейді бір кафеге, сосын жаңағы жігіт досын шақырдым, екеуіне бірге кездесеміз деп айтқан жоқпын дейді. Сосын келіп отырмын дейді. Сосын біреуі келді, екіншісі келді, сосын ұрыса бастады, сосын айттым дейді, тоқтаңдар деп жаңағыдай. Сосын жаңағы суретті көрсеттім дейді ғой. Жаңағы екеуі сол жерде жылап, татуласып, сосын жаңағы
үйленді дейді. Иә. Сосын осы кісіні тойға шақырайық, анау мынау деп сөйтіп айтты дейді. Сосын ол бөпе дүниеге келді, сосын ол екеуі де сөйтіп айтты дейді. Кіндік шешесі сол кісі болсын деп. Сіз әжептәуір баланың кіндік шешесі болған сияқтысыз ғой сырттай. Естігенім осы екеуі, өзімнің қатты қуандым оған. Өте әсерлі. Енді бұл бүгінгі қоғамның дерті, бір үлкен бір проблемасы, соған енді осындай өнер арқылы әсер етуді бір үлкен бақыт деп ойлаймын. Сіздің шығармашылық мақсатыңызға жеткеніңіз деп айтуға болатын шығар. Жалпы мына әлеуметтік тақырыпты біз ойлаймыз ғой, мысалға мынау бүгінгі қоғамның проблемасы, бүгінгі күнгі деп. Бірақ негізінде бұл мысалға жас өседі, орнына тағы жас келеді деген сияқты, оларды тура осы проблемалардың үстінен аяқтарымен басады екен да. Бұл көрме сол сұранысқа ие бола беретіні сол деп ойлаймын. Тағы бір сіздің әлеуметтік проблемалар мәселесі, мен мына қарсы алдымызда тұрған мама менікі, мама сенікі деген, сосын мына дипломмен ауылға, осы дипломмен ауылға несі картинасын сіз өзі Ақорданың түрмесінен шыққан картина деп айтады екенсіз, иә? Неге? Өйткені Астанада көрме болды ғой, ең алғаш Астанада көрме болды. Ол кезде қандай сурет бар, не бар, ешкім шаруасы жоқ, білмейді. Сонымен көрме өтті, одан кейін ол Алматыға кетті, Алматыға метроға одан кейін. Бір айдан кейін. Сосын сол жерге барған кезде андай қара костюм киген адамдар келіп, осы дипломмен ауылға деген суретті. Және мына мама менікі. Содан кейін мына жерде былай жел соғып тұрған сурет бар. Ананың күші. Алай дүлей болып тұрған, иә? Коляскамен бүйтіп, ана баласын алға қарай итеріп бара жатады, ал мына жақтан былай бәйтерек қисайып жатады ғой. Сол үш суретті алып кетіпті да, сосын маған хабарласты, тура көрменің алдында салыстырып әбден. Так, осылайсың ба, аңсаған Мұстафасың ба, көрме біткеннен кейін Астанаға келгенде күтеміз деген сияқты. Адрес Ақорда дейді. Ойбай, зәремш. Сөйтіп алып кеткен бұл суреттерді. Себебі не деп, содан кейін барып сөйлесеміз ғой. Сөйтсем, анау дипломмен ауылға деген, енді олар түсініп тұр, оларды мазақтағаным. Арман деген сызық тұрған жерде. Арман деген сызылған, өйткені ол кезде олар жастарды ауылға тартқысы келді, бірақ шикі болды да сол нелері. Жағдай жоқ, әрине. Жағдай жоқ. Мысалға, мен сосын айтам болған, 7 жыл стоматолог болам деп армандаған бала оқыған, мысалға 7 жыл бойы оқуын бітіреді, сосын ауылға барады, бір стоматология жоқ, не істейді деймін да. Мысалға, талант, керемет, дарынды қыз болам, мысалға ертең оперный әнші болам деген сияқты, қанша жыл оқыды, дайындалды, ауылға кеп. Бір мәдениет үйі жоқ, бір кинотеатр жоқ. Бірінші жаңағыдай ұрламай, жырламай, соның бәрін ауылға жағдай жасау керек. Сөйтсеңдер, жастар өздері де кетпейді деген сияқты. Ал енді екіншісі мына мама менікі, мама сенікі. Ол жерде мәңгілік ел 2050 деген проекттар болды ғой оларда сол кезде. Қазақстан 2050. Иә. Сосын айтамын да, қайдағы 2050, онда кім бар, кім жоқ. Ондай жасауға болмайды. Адамға бір 3-5 жылдық не жасау керек деймін да, мысалға жоспар. Адам білу керек, 3 жылдан кейін жағдайы қалай жақсарады. Көшеде жаңадан мусорный контейнер пайда бола ма оған, әлде ол баяғыдай ана жаққа бару керек па, үйінде су пайда бола ма, әлде ол шелектеп тасу керек па деген сияқты. 3-5 жылдың ішінде жаңағыдай жоспар құру керек. Минимальный андай өтірік не емес, тек кәдімгідей адамның қажеттіліктері. Нақты қолжетімді болатын дүниелер. Ондай көп ертегінің керек жоқ десем сөйлетпейді. Одан кейін үшіншісі жаңағы неге біздің символика бәйтерегімізді қисайттың дейді. Мен айтам, бәйтеректі шығаруым жоқ. Мен жаңағы қазақтың әйелінің күшін көрсеткім келді деймін да. Ол жаңағыдай баласы үшін жаңағыдай қандай не қисайып жатса да, тек қана алға қарай итереді, қазақтың әйелдері мықты десем, май болды кетші деп. Сонымен суреттерді қайтарған жоқ. Бірақ мынау жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Сол жаңа Қазақстан болған кезде бір кісі суреттерің мында не қылып жатыр, алып кете қойшы. Өзіңіздің суретіңіз өзіңізге олжа болды. Иә. Сосын айтам ғой, шықты ма түрмеден деп шықты дейді. А мен оны сразу қайталап салып алдым ғой. Салып алдыңыз? Әрине. Күткен жоқсыз оны? Жоқ, күткен жоқпын, бірақ жарайды. Қайтқан малда қайыры бар деп. Бір қызығы, сіз мына Корея суретшілер одағының мүшесі екенсіз де, ал Қазақстан суретшілер одағына қабылданбаған екенсіз. Бұл неліктен осылай болды? Олардан ұсыныс болмады ма, әлде сіз өзіңіз бас тарттыңыз ба?
қабылдамапты болғанда оларға барғанда жоқ. сіз келген жоқ па? Былай ғой, Кореяға бардым. Ой, барған жоқпын. Кореядағы көрмеге сурет қатысты, иә, қатысты. Ал олардың жаңағы суретшілер одағының мүшелері, жаңағы ұжымы, ол біздікілер сияқты ұйықтап жатпайды екен. Олар жаңағы болған көрмеге барлығы бірге, мынандай кәдімгідей комиссия сияқты. Осы мысалға көрме тұрма, мына жерде бүйтіп келіп қарап, бір-бірімен талқылап, егер бір суретші ұнаса, жұмыс ұнаса, соған сосын координаттарын алып хабарласып нетеді екен. Ұсыныс жасайды, бізге мүшелікке кіріңіз. Бізге мүшелікке кел деген жаңағы көрме бітер бітпестен хат кеп тұр мысалға. Сосын жаңағы сұраймын ғой, ақша төлеу керек па деп, жоқ дейді. Иә, онда әрине бізге ұнады дейді. Біз жаңағыдай бүйтіп қол қойылған несі бар, осынша адам, мысалға 18 адам, барлығымызға ұнап тұр, осы бізде мүше болуыңды қалаймыз деп. Жарайды, нем бар оған. Сосын Иранда да сондай болды. Олар да сөйтіп қабылдап алды. Ал біздің суретшілер одағы өйтіп жүрмейді екен. Бірде-бір Қазақстанда неше көрме болды, міне 30-40 көрме болды ғой. Бірде-біреуінде жаңағыдай келген комиссия мүшесін көрген жоқ, маған айтқан жоқ. Мен суретшілер одағынанмын, мысалға анандаймын, бастығымын, көмекшісімін, анау-мынаумын, көрмеңді көруге келдім деген әңгіме болған жоқ. Ал мен бүйтіп масынан шұқып ешкімді шақырған жоқпын. Жалпы әлеуметтік желіге жазам, келіңдер, мысалға осындай күні осындай болады деген сияқты. Журналистерге рахмет, жаңағыдай. Оны менде дос сондай көп емес, осының барлығын ұйымдастырып сөйтіп атқан сол әлеуметтік желідегі журналистердің арқасы деп есептеймін өзім. Журналистерді қатты жақсы көремін. Әке-шешем журналист, жолдасым журналист. Сіздің мынау футболкалар жасайтын фирмаңыз бар. Бұл кәсіп қалай басталды? Неден, осындай қайдан бұндай идея пайда болды, сол жөнінде айтып берсеңіз. Ұлттық нақыштағы футболкаларды жаңағыдай бизнес жасаймын деген сияқты ой мүлде болған жоқ. Өзі аяқ астынан қызық болып кетті. Бір жаңалықты естідік қой барлығымыз. Мына жазда қазақ хандығына 550 жыл болады, сондай үлкен ұлы той болады деген сияқты. Сосын жаңағы қуанып кеттім да өзім. Сосын ойладым, былай суретші ретінде қандай үлесімді қоса аламын деп. Сосын бір дизайн жасадым да, 550 қазақ хандығы деп. Сосын ойладым, жаз ғой, жазда мынандай шапанмен жүрген адам терлейді, қиын болады. Бірақ ұлттық нақыштағы бір элемент болса екен деп ойладым да, футболкаға шықса деп. Сосын қазақ хандығына 550 жыл деп футболканы мысалға келтіріп, бүйтіп әлеуметтік желіге шығардым. Сосын қалжыңшын аралас жаза салдым, бүйтіп егер мынау 1000 лайк, 550 лайктан асса, онда жазға дейін 55 түрін жасап беремін деп айтып жібергенмін ғой. Сөйтсем, жаңағы бір сағаттың ішінде 1000 лайктан асып кетті ғой адамдар. Жаңағы өздерінің идеяларын айтып, арман мақсаттарын жаңағы күшті көп комментарий жазып тастады. Ананы істе, мынаны істе, барлығы 100-ден болып кетпесін, батырларды ұмытпа, жер, көл, су аттарын жаз деп, мақал мәтел, ою. Жаңаға қарасам, кәдімгідей дап-дайын бизнес-план тұр ғой. Ой рахат-ай деп, сонымен жазға дейін 55 түрлі жаңағы сурет салып, дизайн жасап, сосын соны бүйтіп жайлап шығара бастадым әлеуметтік желіге, 1-2 деп. Сөйтсем, досым, Айдос Сарым, ол кезде Абай сайтында істеді да, ол сосын давай біздің сайтқа салайық дейді. Мен айтамын, мен өзім Фейсбугым күшті деймін, ол айтады, сен де бесің дос, бізде күнде 20 000 қаралым, әкел бері қарай дейді. Жарайды деп оған бәрін жақсы сапамен салып жібердім. Сол жаңағыдай кәдімгідей дүр ете түсті ғой жаңағы. Адам жаңағыны көреді да, сосын маған заказ береді мысалға. Мысалға ауылдан хабарласады, айналайын қарағым, маған мысалға баламның жасы мынандайда, размерде сұрау жоқ та. Одан кейін немерем, одан кейін анау мұны, мә ақшаны қайда берейін дейді. Мен айтам жаңағыда атам, апа, менде ондай не жоқ, фирма жоқ, өзіңіз бір жерден шығартып алыңыз дейді. Ол айтады, қайдан шығартам? Жоқ қой менде, бірақ мен балам осындайды кисе екен деп армандаймын дейді мысалға. Сосын басқа адам мысалға маған СК дейді, шаруасы жоқ жаңағыдай, бар ма жоқ па менде, маған МК дейді, ақшасын қайда жіберейін дейді. Ол кезде Каспи жоқ, не киви деген болатын, кивиін қандай деп қояды.
сөйтіп біреуіне бар біреуіне жоқ деп сосын қатты жаңағыдай сұрағандарға иә барып жаңағыдай фотосалоннан шығартып салып жіберіп жүрдім да. Футболканы. Сосын біреуіне жібердім, ол сосын киеді жаңағыны, фотоға түседі да, постқа шығарады, одан тағы адам сұрайды қайдан алдың деп, аңсағаннан дейді да. Сосын жаңағыдан тағы да 5, келесі күні 10, одан кейін 15, мен деген бүйтіп шыр айналып жүгіріп жүрмін жаңағыдай. Сосын мен айтамын жолдасыма, мен үлгермей жатырмын, тағы бір қыз керек деген сияқты, мен мынандай сатып ала салайықшы жаңағыдай принтер, бағасы мынанша қазақтардың қызығы басылған кезде сата саламын деймін ғой. Сөйтсем жаңа қызық басылған жоқ, 8 жыл болды. Қазір 7-8 адам жұмыс істеп жатырмыз, кәдімгідей бизнесқа айналып кәсіпке айналып кетті ойламаған жерден. Қанша футболка шығарасыздар? Былай өзім есепке өте нашармын, өйткені мен суретшімін ғой, барлығы тек былай жобамен ғой, шамамен жобамен. Кейде жаңағыдай мысалға 2000 футболка саттық па, жаңадан 2000 футболка алуға жетпей қалады, қарызданамын. Өйткені баға өсіп кетеді, ал фабрика тек мысалға 3000 штуктан сатады, мысалға 3000 штукқа ақшаң жеткен кезде хабарлас дейді. 3000 штукқа ақша жеткенше жинаймын да, сөйтсем ол айтады, футболканың бағасы өсті, енді 3000-ға жету үшін тағы да маған біраз уақыт керек. Осындай нәрселерге сауатым жетпей жатыр енді. Мынау негізі ұлттық нақыштағы сіздің енді осы футболка шығару идеяңыз, мына ұлттық нақыштағы киімдер негізі қымбат қой, енді жасыратын жоқ. Ұлттық нақыштағы киімдер міндетті түрде қымбат болады деген стереотипті бұзғым келіп бұзды, оныңыз енді сеніммен айтуға болады. Сосын мына ұлттық нақыштағы футболканы сәнге айналдырды, кәдімгідей адамдардың бәрі киіп жүретіндей, күнделікті өмірде киіп жүретіндей сәнге айналған дүние болды. Бұл енді былайша айтқанда бір серпіліс деп айтуға болады біздің қоғамдағы. Енді бұл да үлкен еңбек. Бұл екінің бірі оған дейін жасаса қайда қалды мысалы, иә? Ол да бір сіздің маңдайыңызға бұйырған, сіздің біліміңізбен, еңбегіңізбен келген дүние. Қазір түрлі мемлекеттік бағдарламалар бар, бизнес мысалы идеялар бойынша, иә, гранттар алуға болады деген сияқты. Соған қатысып көрмедіңіз, емес мемлекет тарапынан өзі міне осындай дүние жасап жатыр екенсіз, осыны қолдайық деген бір ұсыныстар болды ма? Ұсыныс болған жоқ. Және де ондай барлығы өтіп бітіп кеткеннен кейін кейде естимін жаңалықтардан көремін, бірақ оны іздеп қайдан табатынымды білмеймін мысалға. Бір естігенім бар, сіздің бұл бизнесіңізді біреу сыртыңыздан иемденіп, сыртыңыздан футболка шығарып, арзанға сатып, сондай сізге бір бөгет жасаған деген әлеуметтік желіден бір оқыған болатынбыз. Осының ақыры не болды? Өзіңіздің құқығыңызды қорғап шыға алдыңыз ба сол кезде? Ол былай болды ғой. Біз жаңағыдай күшті дамып, кәдімгідей фирмаға ұқсап, кәдімгідей фабрика сияқты көп күніне бір 400-500 жасап сөйтіп жүрген кезде бір күні жаңағыдай күрт азайып кетті да, жаңағыдай заказ. 60 дүкенге дейін жеткенбіз. Кәдімгідей 60 дүкен. Атырауда 5, Ақтауда 5 деген сияқты, Алматыда 10-15. Сосын бір күні жаңағыдай отырмыз, оны 11 адам жаңағыны жасайыққа не деген сияқты ғой. Сөйтсем заказ жоқты мысалға. Не болды, адамдар несі қызға басылып қалды ма, не болып қалды. Күтеміз ғой жаңағыдай хабарласады деген сияқты. Әйтпесе бір-бірімен ұрысып бүйтіп ататын ғой. Менің кезегім ғой, маған ертең жіберем деп едің ғой, ары күн жіберем, неге ана дүкен менің алдыма шығып кетті деген сияқты. Сосын қыздарға айтамын, өздерің хабарласыңдар, не пәлем мынау, анау неге хабарласпайды, анау өткен аптада 100 сатып еді ғой, анау 200 сатып еді ғой деген сияқты ше. Жаз мезгілінде кәдімгідей не ғой, өздерің хабарласыңдаршы десем, жаңа хабарласады, сосын айтады, ой рахмет, біз базарын ала салдық дейді. Қалай базарын ала салдыңдар? Кәдімгідей бардық та базардан сендерден 2 есе арзан, рахмет, істеп жатқан істеріңе береке берсін, андай болсын, мындай болсын деген тілектерін айтып қоштасып жатыр да. Сосын жаңағыдай бізге жалоба түсе бастады. Базардан алып едім, бір жуғанда ағып кетті деген сияқты. Сапасы. Сосын жаңағы айтамын, қайдағы базар деймін. Сөйтсем айтады, базарға бар, ана жақта толып тұр ғой, болашақта контейнерда дейді. Самолетке билет алып Алматыға бар, болашақ базарына бүйтіп кіріп кетсем,
жұмақ менің суреттерімнен тұрған қызыл жасыл. Мен жағдайым тек қана мысалға ақ футболкаға түрлі түсті сурет басу, қара футболкаға ақ. Осы жеткен деңгейім осы да мысалға, одан әріге ақша жоқ. Қымбат аппараттар, одан кейінгіге қызылға мысалға сурет шығару үшін мысалға 20 миллион теңгенің аппараты керек. Ол маған әлі мынандай арман. Қызылға шыққан суретім тұр, көкке, мынандай үстіндегідей бирюзовый, барлық сурет жаңағы сайттан алып баса берген. Жаңағы барып таң қалып тұрмын ғой, мынаны қайдан алдыңдар, мен сені сотқа беремін десем, кімсің дейді да, мен атым аңсаған, мен авторымын мына суреттің десем, дейді да, следующий дейді да, сөйлескенім. Қалай следующий, сосын десем, былай шынтағымен итеріп жіберді да, бөгет жасама дейді, сауда жасауға. Екіншісіне барам, саған бүйтіп самсап тұр ғой жаңағы. Үшіншісіне барам, сосын жаңағы айтамын, мен қазір мына жерге полиция шақырам, мынау не. Сосын біреу бүйтіп алып бүйтіп мен сілкіп тұр ғой бір әйел, мынандай мощный. Мен мынаны дейді, өзімнің адал еңбегіме тапқан ақшама барып базардан сатып алдым дейді. Қай базардан сатып алдым? Бішкектегі бірдеме, Дордой дейма, Өзбекстандағы бірдеме деген базарға бардым, 5 мешок сатып алдым, сені мен бірінші рет көріп тұрмын деп алып сілкіп бақтырсын. Мысалға ше, сенді білмеймін, кім суретшісің ба, звездасың ба, мында не жүрсің, кет дейді. Мен дейді, ештеме істей алмайсың маған дейді. Мен ешқандай ұрлық жасаған жоқпын, сенің суретіңді алған жоқпын, бірінші рет көріп тұрмын өмірімде дейді. Телевизордан бір жерден көрген шығармын дейді. А так дейді, мен бұны жаңағыдай өз ақшам. Біреулерден сатып алдым. Істесең, бірдеме істесең, соларға істе дейді. Саған Фейсбукқа келіп ақылдасам ғой, не істеймін? Бізде сауда жоқ, сауданың барлығы базарда екен деп. Сосын бүйт не ал дейді, андай патент. Сосын әділет министрлігіне хат жазып патент алдық, оған 9 ай кетті. Оларға тағы тиістің, 9 айда шошқа тағылайсыңдар ма, не істейсіңдер? Бір адамды дүниеге келеді 9 айда. Сендер бір қағаз істеп бере алмайсыңдар ма? Жоқ, біз тексереміз дейді. Сосын сол қағазды алып қайта бардым ғой базарға, міне менде патент. Сөйтсем, бұл патент, бұл уже тауар сатып алған адамдарға ештеме істей алмайсың. Тек мысалға границадан жүк келе жатады ғой, соны ашып неткен кезде сол суреттер соның ішінен шықса, сол кезде ғана конфискация алып жағуға болады екен. Оны кім ашады? Күлкілі нәрсе. Ол вагонмен келіп жатыр ғой, былайды, машинамен, ешкімнің мешогын ашпайды ғой. Сонымен босқа кеткен сондай уақыт, нерва, сондай болды. Сол қалпы қалды солай. Солай сатылып жатыр әлі, базардағылар айтады, сен кімсің дейді. Адидас тоқтата алмағанда, Nike тоқтата алмағанда дейді, Panasonic тоқтата алмағанда, сен оны тоқтатам деп ойлайсың ба? Жолға қойылған бір сондай, алаяқтық былайша айтқанда. Тағы бір осы футболкаға байланысты тағы бір оқиға, экспо өткен кездегі оқиға. Соның аяғы не болды? Бір қылмыстық іс қозғалып, бір дүние жасалды ма? Қайтарып берілді ма сізге? Ол экспо былай болды. Экспоға өзім шырайын алып, таба алмадым. Жол, өзім бутик ашқым келді ғой ішінен ше, 3 айға. 3 ай бутик болса деп. Сосын басқа кісілер хабарласты. Біз мына магазин алдық, 4 жерінде вход бар ғой, 4 па, 3 па. 4 жерінде, кіреберістерінде осындай сувенир деген дүкен болады. Бізде ғана эксклюзивный права, біз ғана сатамыз. Бізге 10 мың футболка әкеп бер деді. Қазір әкеп бересің, сосын ай сайын жаңағыдай сатылған ақшасын беріп отырамыз дейді. Сосын басында 15 мың деді. Сосын анау деп, сосын 10 мыңға дейін түсірдік та, сосын таласып договор жасадық, жаңағыны жасап бердік қой, футболкаларды жаңағыдай толтырдық, бәрін уже бүйтіп ойлап отырмыз, біткенде мына миллионер боламыз деп. Сосын өйткені бағасын кішкене көтеріңкірек қойдық, өйткені олар айтты, біз 10 мың теңгеден сатамыз, сен бізге 5 мыңнан берсең болады деп. Өйткені ол шетелдіктер деді, олар ақшаны бас көзіне қарамай ала береді деп. Сөйтіп ойладық қой енді, ойбай күшті болады деп. Сосын сөйтіп күтіп жүрдік, бір айдан кейін жаңағыдай сол сатылған ақшасын алуға барып тұрмыз ғой. Барсақ, жаңа қабылдаған адамдар жоқ, басқа жас әп-әдемі қыздар, жігіттер тұр. Сосын айтамыз, футболка сатылды ма десек, сатылды дейді, ақшасы қайда десе,
Бізде кәдімгідей аврал дейді да, жаңағыдай адам көп, турист көп, 1-2 аптадан кейін келші, сатылған ақшасын айырып сендерге береміз дейді да. 2 аптадан кейін барсақ, мүлде басқа қыздар отыр, 2 аптадан кейін кел дейді. Тағы 2 аптадан кейін бардық, сонымен бір күні бүйтіп скотчталған есігіне барып тұрмыз ғой. Тек біз емес, 30-40 қолөнершілер. Біреу жаңағыдай нәски тоқиды, біреу тақия жасайды, біреу жаңағыдай сумка тігеді, біреу алтын бұйымдар, біреу күміс деген сияқты. Сол жерде жаңағыдай ойбайлап, бір-бірімізбен чат жасап, бәрін сол алдап кеткен сол. бәрін алдап кеткен. Ойбай, не істейміз енді, масқара деп, сосын юрист жалдап, сосын юрист жаңағыны кіммен қол қойдыңдар деп барып іздеп, үйінен тауып, жаңағы Брусиловский деген көше бар, соның ар жағында бір үйде тұратын бір бомж шығып тұр дейді, есікті ашып дейді. Сен мынандайсың ба? Иә дейді. А сен мынандай күлкілі дейді да, уже эксподан мынандай бутик аштың ба, биттің ба? Я не знаю дейді жаңағыдай. Қалай не знаешь, но сенің қолың ба? Я неге қойдың? Маған бір 50 000 теңге берген, мен қойып бердім, не керек, бәрін қойып бердім дейді ғой. Масқара жаңағыдай. Бітті, қанша адам чатта күнде ұрыс, керіс, кімнің қандай мүмкіндігі бар, кілең байғұстар бәрі мен сияқты жаңағыдай. Суретші, бірдемелер, ешкімнің ешқайда поддержкасы жоқ. Сонымен шулап сөйтіп қойдық. Митинг алдында ұйымдастырған кезде полиция қуып, қазір шетелдіктер кетсін, не позорьте деген сияқты бір акиматтан кісілер бүйтіп шығып, кетіңдер, өзімізді еліміздің іштегі проблеманы кейін шешеміз, мына жерде жиналмаңдар деп сөйтіп бәрімізді қуып таратып, сондай болды. Аяғында сосын енді бұл кәдімгідей алаяқтық қылмыстық іс қой, бұл қылмыстық қозғалды ма? Осылай аяқсыз қалды. Осылай әркім үні өшті бәрінің. Тыныш. Бәрі садақа деп қазақи отыра салды. Қалай болғанын білмеймін. Мысалға мен оны пост қылып жазған кезде, мысалға Фейсбукқа маған неше звоноктар болды. Қой жаңағыдай тыныш, анаған қарсы шығатын сен кімсің деген сияқты әркімнің аттарын айтып, ешкім емеспін деп, сонымен бәрін өшіріп, тыныш отырдық. Сіздің көркем сурет мектебіне түсу хикаяңызда бір ерекше оқиға екен, естіп бір күліп алдым, оқып. Соны әңгімелеп берсеңіз. Негізі суретші боламын деп ойлаған жоқпын. Жалпы жаңағы 3-ші класты бітірген кезде, жаңағыдай бітірерде папам айтып жүрген, шашыңды алайық, жазда басыңыз тықтамайды, шашың қалың, қара, қою болып өседі деп. Сосын мен келіспей жүрдім, сосын егер келсең, шашыңды аламыз да, сосын велосипед алып беремін деді ғой жаңағыда. Деп жаңағыдай келісіп, сосын каникулға шықтық, шашты алдық, велосипедпен жаңағыдай ойнап жүрміз ғой. Сосын бір күні мектепке шақырып қалды. Ол кезде балаларға мектептің сыртын жинатып, сондай нелер болатын, баяғыда, қазір жоқ қой жұмыстар. Сондай жұмысқа кел деп мектепке шақырып қалды. Жаңағы велосипедпен барып мектепке классқа кіріп тұрмын ғой. Сөйтсем жаңағы балалардың барлығы ха-ха-ха деп күліп жатыр ғой, жаңағыдай жылап, намысым келіп жаңағы жерге. Үйге барып, неге алдыңдар шашымды, мен оказывается уже үлкен екен ғой. Кішкентай бала емес екен ғой, неге алып тастадыңдар деп. Бармаймын ана мектепке, ненавижу деймін ғой бәрін, көргім келмейді ешқайсысын деп. Сонымен қояды ғой, бала ғой деп ойлаған ғой, сосын сентябрь жақындайды, ал енді ертең мектепке барасың десем, бармаймын деймін ғой жаңағыдай. Қалай бармайсың? Бармаймын, вообще ешқайда бармаймын, оқымаймын. Сонымен үйдің жанынан басқа мектеп іздей бастадық. Принципті түрде қазақша оқу керек деген ғой. Сонымен ең жақын мектеп Алматыда, ол кезде 4-ақ қазақ мектебі бар. Сосын 5-шісі болып осы көркем сурет мектебі ашылды. Ең жақыны үйге сол, енді бір былай бет жүргенде 6 остановка. Сол жерге жақсы барам деп, бәрібір суретші ма, ана класстастарды көрмесем болды ғой. Сөйтіп сол мектепке түскенім бар, қалған бәрін сол жерде үйретті. Сол жерде оған дейін суретке деген қабілетіңіз болған жоқ, иә? Ешқандай жоқ. Тағдыр деген, иә, қызық. Сол жерде барлығын үйретті, мұғалімдер өте жақсы. Алматыдағы Жүргенов атындағы қазір академия қосылды оған, иә. Басында тек мектеп болды, көркем сурет мектеп интернат болды. Одан кейін біраздан кейін колледжін ашты. Біз колледжді бітіре берген кезде жаңағы Жүргенов академиясы болды ғой. Ең алғашқы суретіңіз есіңізде ме? Қандай сурет салдыңыз?
ең алғаш жаңағыда былай енді вступительный экзамен деген сияқты сол ағаштар ғой, сол былай бүйтіп желден бүйтіп тұрған ағаш деген сияқты. Сосын бір қызықтыратыны, сіз ең алғаш, мен өз басым жеке әлеуметтік желіден аңсаған Мұстафа деп көрген кезде ер адам деп ойладым. Бірақ кейін тіпті бір елге танымал өнер адамдар да солай ойлаған болу керек деп ойладым. Сіздің осы картинаңызды салып аңсаған бауырымыздың жұмысы деп жазып қойғандары да есімде. Бірақ кейін көріп, сіздің әйел адам екеніңізді көріп таңғалдым, иә. Енді аңсаған деген ат енді ол екінің біріне қойыла бермейтін. Қазақ енді ат қойғанда да аңсаған, арман деген атты екінің біріне қоймайды ғой. Сіздің атыңыздың да бір тарихы бар ау деймін, иә. Папам жаңағыдай 35-те болған ғой мен туғанда. Ол кезде ол кәдімгідей үлкен жас деп есептеледі екен. Қазір бірінші бала үшін 35 деген норма ғой. Ол кезде кәдімгідей көптен күтіп, кеш сияқты, иә. Кеш сияқты болып ұзақ күтіп жүріп сөйтіп мен дүниеге келгем. Одан кейін інім Қанағат, екеуміз. Аңсаған Қанағат. Екеуміздің атымыз ерекше екен. Аңсаған туғаннан кейін сосын Қанағат деп қойған ғой. Қанағат деп, осыған да Қанағат деп. Екеусіздер екен. Сіз бауырыңыз режиссер ау деймін, иә? Иә. Інім режиссер. Көптеген кинолар түсірді. Оның ішіндегі былай халықтың сүйіп қайта-қайта теледидардан сұрап көретіні каналдардан 16 қыз деген кино. 16 қыз. Көп адамға ұнайды, сондай өзі бір күшті классикалық кино, ондай добрый. Осы неден түсірді ғой, Жасыбайда. Енді ол отбасында алған тәрбие, шығармашылық орта әсер еткен болу керек. Ата-анаңыз қазір? Папам қайтыс болды, 2 жыл болды. Мамам пенсияға шықты, газет шығарды өмір бойы. Папам жазушы, кітаптары бар. Құрманғазы Қараманұлы. Құрманғазы Қараманұлы. Ол жаңағыдай кітаптар жазды, содан кейін шетелдің классиктарының кітаптарын қазақшаға аударды. Енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз, неше балаңыз бар? Сіздің жолыңызды қуып қылғаламды серік еткендері бар ма арасында? Балаларым Күнтай жаңағыдай ағылшын тілін өзі үйреніп, Американың университетіне оқуға түсті. Минерва деген университетте оқиды. Қазір 3-ші курсқа кетейін деп дайындалып жатыр. Одан кейін Сұлташ осы соңғы 1-2 жылда гитара тартып, соған ыңғайланып, кәдімгідей мына электрогитарамен күй тартқанды былай арқаңды нетіп жүреді, кәдімгідей қызық екен. Қазақша күйді электрогитарамен естіген. Металлика жанрында жаңағы музыканы жақсы көреді. Одан кейінгі байжігіт, кішкентай тентек, 5-ші сыныпқа көшіп жатыр. Осындай. Жақсы, рахмет. Рахмет. Отбасыңызға амандық тілеймін, шығармашылық шабыт, табыс тілеймін. Рахмет. Осылай елдің қызы болып, елдің көкейіндегі дүниелерді көрсетіп, айтып, қазақтың атын шетелге шығарып, шығармашылығыңыз шарықтап жүре беруіне шын жүректен тілектеспін. Көп рахмет. Құрметті көрермен, амандықтар жүздесейік.